Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға жылы сүт, жылы су және де сұйық май, тұз, қант және ашытқыны салып біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң майонезді қосамыз. Ұнтақ жармасын қосып, біздің массаны біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің ұнымызды осылай жартысын бөліп алып қосып, басында венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін біздің қамырымыз қоюланғанда, қалған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болуы керек, оны бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Біздің қамырымыз ашығанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бір пиязды осылай турап, қызған майда қызартып қуырып аламыз. Одан соң оны суға піскен картоптың үстіне саламыз. Қалауыңызша тұз бұрышын қосып, толкушкамен біркелкі етіп пюре жасаймыз. Біздің қамырымыз осылай керемет болып көтеріліп шығады. Одан соң біздің қамырымызды осылай майда бөліктерге бөліп аламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан осылай қолмен жаямыз. Одан соң біз начинкасын салып, видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Одан соң біздің бәліштерімізді қызған майда, орташа отта осылай екі жағынан аударып тұрып, қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Сонымен біздің бәлішіміз дайын, қамыры деген керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Bir жасасаңыз, сізге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.